İstanbul'dan selamlar. Давай, bunun arasında Qarama aşağıda орналасқан. Бәріне сәлем, менің есімім Қисаев Дарын. Бұл видеода сіз Түркия мемлекеті жалпы Стамбул қаласы жайлы білетін боласыз. Жалпы блогымды билет құнынан бастамақшымын. Қалай, қай жерден, қанша теңгемен, қандай авиакомпаниямен барғаным жайында. Біздің негізгі баратын бағытымыз Стамбул қаласы болғандықтан Қазақстаннан тікелей рейс орындайтын авиакомпаниялар Turkish Airlines, Air Astana, Fly Arslan, Қазақ Air және Skat Airlines. Біз таңдаған авиакомпания Fly Arslan өте арзан бағада алдық. Ал енді Fly Arslan плюс жақтарына келетін болсақ, сіз 4-5 ай бұрын ертерек албасаңыз билетті 40-50 мың шамасында аласыз. Біз мысалы 40 мың теңгеге алдық, барғанымыз 40 мың, қайтқанымыз 40 мың, жалпы сомасы 80 мың теңгеге барып қайттық. Ал енді 11 минус жағы сізде багаж болмайды және жолда 5 сағаттық жолда сізге ешқандай да тамақ берілмейді. Сіз оны сатып аласыз бәрін. Мысалы 20 килограмм багажды сіз 36 мың теңгеге сатып аласыз, сондай жақтар минус. Ал енді Air Астанаға келетін болсақ, сіз мысалы билет құнын 100-120 шамасында аласыз, бірақ сізде багаж және тамақтанатын барлық жағдай жасалған болады. Жалпы Fly Arslan өзінің рейстерін Түркістан, Стамбул және Ақтау, Стамбул бағыттары бойынша қатынайды. Негізгі ертерек алсаңыздар, Ақтаудан Стамбулға 25 мың теңге, Түркістаннан Стамбулға 40 мың теңге шамасында аласыздар. Сол жағынан плюс. Жалпы Fly Arslan сол сіздер турист болып барып демаламын десеңіздер, сол жағынан өте тиімді. Ал егер де ұзақ мерзімге баратын болсаңыздар, жұмысыңызбен немесе оқумен қалып қаламын десеңіздер, о жаққа ендеше Fly Arslan тиімсіз. Оданша Air Astana или Skat, Turkish Airlines пен барғандарыңыз жөн. Ал енді видеомды бастамас бұрын қазақ тілі контентін қолдау мақсатында каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны аяғына дейін көріп, өздеріңіздің алған әсерлеріңізді комментарийға жазып бөлісе кетіп отырыңыздар. Ал енді видеомызды бастайық. Бәріне сәлем, міне біз Түркияға келдік. Түркияға келіп, біз бірден Түркселге барып, Түрксел деген ол Түркияға келгеннен кейін сіздің қазақстандық сим карталарыңыз жұмыс жасамайтын болады. Сол себепті арнайы Түркияның сим картасын алу керек болады. Сосын біз ол сим картаны 499 лираға алдық, 30 гигабайт. Енді теңгеге шаққанда міне астында тұр, қосымша теңге шықты. Біз Стамбул әуежайынан өзіміздің отель орналасқан Бегулу районына дейін автобусқа отырдық. Автобус құны 1050 теңгеге шықты. Ал енді Стамбул қаласы жайлы ақпаратпен бөлісе отырайын. Стамбул өте үлкен мегаполис. Бірақ Стамбул үлкендігімен емес, бір қала екі материкта орналасқанымен танымал. Бір қала Европа мен Азияда орналасқан. Қаланы бөліп тұрған Босфор бұғазысы. Қалада 15 миллион халық тұрады. Қаланың осыдан қандай үлкен екенін білуге болады. Қазір Стамбул бүкіл әлемге өзінің ең дамыған, ең мықты қала екенін дәлелдеуге тырысып жатыр. Стамбулда әлемдегі бірінші Босфор астындағы метро салынды және әлемдегі ең үлкен әуежай осында орналасқан. Стамбул қаласы дегенде бірінші кезекте ойымызға дәмді тағамдары, әуенде әсем әндері, көшедегі қызған өмірлері ойымызға келеді.
Добро, иди сюда. Барлығына сәлем. Міне біз аэропорттан келе салысымен отельге орналастық. Отель өте жақсы. Өзімізге ұнады. Достар, міне біз енді қазір жалпы Стамбул қаласының Таксим деген алаңында тұрмыз. Енді біз бұл жерден, бұл енді туристер көп келетін алаңдардың бірі. Былайша айтқанда площадьтардың бірі. Енді біз қазір бәріне қызықшылар, қазақстандықтардың бәріне ең қызық болатын сәті Түркияның киімдері мен мысалы сауда жағында. Сондағы қызықтарды көретін боласыздар. Ал енді қазір сол жаққа бару үшін Таксимнан біз метроға отыратын боламыз. Біз Таксим метросына кіре салысымен енді бір қалашыққа келген сияқтымыз. Оның іші музей, былай айтқанда өте керемет жасалынған. Кіргеннен кейін біз осындағы Стамбулдың тарихи суреттерімен таныса аламыз. Былайша айтқанда бәрін туристерге арнап түсінікті болу үшін жасалған Стамбул қаласы. Енді музейден шығып, арға төмен қарай кеттік. Туристер өте көп, адам санын сөзден жетсін мүмкін емес. Астыға қарай түскен сайын қаланың ішінде өзі бір қалашық екен. Алдын ала айта кетейін, Стамбулға барып жатсаңыздар, о жақта сіздердің қозғалыстарыңызға ыңғайлы болу үшін Istanbul Kart деген бар. Ол автобус, метро, трамвай, жалпы былайша айтқанда қайық болсын барлық транспорт көзіне ыңғайлы. Ол аппарат міне алдарыңызда тұр. Осындай аппарат барлық сіз отыратын станциялардың барлығында орналасқан. Қайық болсын, метро станциясы болсын, барлығында орналасқан аппарат. Бірақ шатаспау үшін айтып қояйын. Картаны алатын кезіңізде міне мынандай карта бар. Осындай карта. Бұл бір бағытқа арналған карта. Одан кейін оны сізде уже ол жарамсыз болып қалады. Сол себепті бұндай алмаңыздар. Екінші карта, міне мынандай карта. Бұл 2-3 күнге арналған карта. 2-3 күннен кейін сіз уже бұл картада жарамсыз болып қалады. Оған сіз қайтадан ақша құя алмайсыз, қайтадан картаны өзін сатып алуға тура келеді. Ал үшінші карта, міне мынандай карта. Istanbul Kart деген карта. Бұл мен сіздер ұзақ мерзімде, былайша айтқанда бұл уже өмір бақи жарамды болып тұра береді. Бұған тек қана ақша құйып отырасыздар. Осы жағынан ыңғайлы. Сол себепті картаны алатын кезінде шатаспай осындай картаны алыңыздар. Стамбул картасын алу үшін осындай банкоматтарын аласыздар. Таксимнан Еникапи станциясына дейін барамыз. Көрсетіп тұрады. Таксимнан арғарай Еникапи. Ең ақырғы станция, біз баратын станция. Қызыл жанғандар өтіп кеткен станциялар, жасыл жанғандар енді жүреді деген станциялар ғой. Метроға келдік. Метроның қандай үлкен екенін мына картадан да көруге болады. Мынау сол станциялары. Метро бір 3 қабаттан тұрады. Картасын көрсеңіздер болады, қалай орналасқан. Бір станциядан бір станцияға жетіп жүресіздер ғой, былайша айтқанда. Біздің Қазақстандағы Алматы сияқты бір ғана станция бойынша бір сызықпен ғана жүрмейді бұл. Капидің өзінде осындай кезек шығылсын. Сіздер өздеріңіз байқап тұрсыздар, бұл жақта жүретін адамдарға сол жақты ашып қояды, ал оң жақта жүрмейтін адамдар тұрады. Ал жүретін адамдарға сол жақ жол ашық тұрады. Еникапи деген станция осы. Біз негізінен базарға бармақшы болған болатынбыз, орталық базарына. Бірақ оған үлгермейтін болып тұрмыз. Сол себепті қазір қасымызда тұрған Фатих мешітіне бару жөн көріп отырмыз.
достар, міне біз намаз оқу үшін Фатих мешітіне келдік. Фатих мешіті енді Стамбулдың тағы бір ірі мешіттердің біріне жатады. Енді мынаны видеомен жеткізу мүмкін емес, көзбен көрген мүлдем бөлек енді. Стамбулдағы ең көрікті мешіттердің бірі. Енді бұл көріністі әр адам көруін Алла тағала нәсіп етсін. Ең керемет көрініс деп айтуға болады. Көзбен көріп, телефонмен жеткізу ол өте бөлек нәрсе, келмейтін нәрсе. Сол себепті Алла тағала барлығыңызға осы көріністі көруді нәсіп етсін. Фатих мешітіне Фатих мешітін Сұлтан Мехмет 1470 жылы салдырған. Бұл жерде 8 медресе, кітапхана, аурухана болған. Ол әлі күнге дейін сақталып тұр. Мешіт өмірінде 3 рет жер сілкінісінен аман қалған. 1509 жылы, 1557 және 1754 жылдарда. Мешіт қаншама ғасыр бойы өз келбетін сақтап келеді. Сәулеті Стамбулдың көркін кіргізіп тұр. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды жыланнан өлім аузынан сақтап қалған осы мысық болатын. Сол себепті пайғамбарымыз мысыққа 9 өмір берген және мешітке кіруге рұқсат етілген жалғыз жануар. Сол себепті Стамбул көшелерінің барлығында мысықтарға барлық жағдай жасалған. Қазір мешіттен шығып, енді қазір остановкаға келіп, сонымен автобуспен ары қарай қозғалып кетеміз. Енді қазір өзіміздің Бегул районымыздағы отелімізге барып, бұйырса кешкі Стамбулды аралайық деп отырмыз. Галата мұнарасына келдік. Билет құны 175 лира екен. Теңгеге шаққанда міне астында тұр. Бұйырса мен Галата мұнарасына кіреміз. Қалай болатынын қазір көресіздер. Галата мұнарасы жалпы өздеріңіз кинолардан да көріп жүрген шығарсыздар.
қандай екен. Бұйырса сонда кіреміз қазір. Қазір бұйырса Стамбулда төбесінен көретін боламыз. Жақында Алла қаласа. Жалпы Стамбул қаласы керемет қала екен. Қызыған өмір, каждый бір өзінің бір улицасы былай айтқанда көшесінде бір өзінің атмосферасы бір керемет. Айта алмадым оны. Бұйырса несіне көтерілеміз. Енді қазір Галата мұнарасының үстіне келдік. Енді алғашқы көріністі айтып жеткізу мүмкін емес. Уже сыртқа шықпай жатқанда көріністің өзі керемет еді. Ал енді сырт жағын көрейік. Достар, міне Галата мұнарасына келіп жеттік. Қала алақандағыдай көрінеді екен. Керемет вообще. Айтып жеткізе алмайсың бұндай көріністі. Өте керемет. Қазақстаннан да барлық жерден келіп жатқан туристер өте көп екен. Өзіміздің қазақтарды бір кірген өзінде бір 5 шақты қазақты көрген шығармыз. Достар, міне біз Галата мұнарасының астыңғы қабатындамыз. Бұл қабатта Стамбул қаласының ең көрікті жерлеріне макет жасаған. Ал енді соны көрсек. Макет өте керемет жасалған. Галата мұнарасы содан осылай бері қарай жасалған. Галата мұнарасынан ең төменге түскендегі ақырғы қабат осындай екен. Осыны астына қарай. Былайша айтқанда керемет емес. Туристарға өте қолайлы жағдай жасалынған. Көтерілгенде лифтімен көтеріліп, түскенде Түркияның историясын оқып, төмен қарай түсесіздер. Галата мұнарасына шығып, енді кешкі Стамбулды қайықпен араласақ деп отырмыз. Арнайы осындай карточка аласыздар. Осындай карточка. Сағат 9-да келеді деп тұр. Кешкі Стамбул осылайына көрінеді. Әдемі болып. Ең танымал көпір Стамбул. Өте керемет көрініс. Осы екі көпір Европа мен Азия құрлықтарын қосып тұрған көпір, әлемге әйгілі. Бұл көпірді Қазақстаннан да кездестіруге болады. Ол біздің Қазақстандағы Абай облысы Семей қаласында да бар. Өтсек деп жатырмыз. Біз жаңағы точкадан өзіміздің орынға келдік, керекті орнымызға. Енді біз Галата көпіріне барайық деп отырмыз. Галата көпірінде ылғи тамақтанатын орындар орналасқан көпір ол. Қазір соны бірге тамашалап көретін боламыз.
Стамбулға келген сәтте сізде Каспий банк карточкасы жұмыс жасайтын болады. Оны осы Япи кредит, Түркия банксы, Vakif банк, Deniz банк, Akif банк, Garanti банк арқылы шеше аласыздар. Әр қайсының проценті әр қалай. Енді ол сіз шешетін алдында процентін көріп, ең төменгі процент бойынша шеше аласыз. Былайша айтқанда, аэропорттан түсе салысымен лираға ауыстыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Қазақстанда долларға ауыстырып, лираға ауыстырудың қажеті жоқ. Сол Түркия туристерге ыңғайлы қылып жасалған. Барлық жағдай жасалған туристерге. Міне Галата көпіріне келіп қалдық. Ар жақта танымал көпірі тұр. Міне Галата көпірінде ылғи мейрамханалар орналасқан. Осындай. Бұл жақта туристерге арналған, туристер ең көп орналасатын аймақ болғандықтан, туристер үшін сырт жақтарға меню ас мәзірін шығарып қойған, барлығы түсінікті болу үшін. Міне туристер қарап тұр, осылайынан көре аласыздар. Көрсетіп қояды, былайша айтқанда міне. Қанша лира екені барлығы көрсетіп тұр. Туристарға барлық жағдай жасалған. Сіз тіл білмесеңіз де, ағылшын тілін білмесеңіз де, түрік тілін білмесеңіз де, барлық жағдай жасалған. Ешқандай қиындық болмайды бұл жақта. Бұл тек бір қатары, ар жақ қатарында тағы да мейрамханалар орналасқан. Burada тамақ ішу бір үлкен әсер береді. Өйткені қарап отырсаңыздар, өте керемет көріністің бәрі осы жақта. Жалпы теңгеге шаққанда 1 лира 25 теңге. Галата көпірінен көтеріліп бара жатырмыз. Бұйырса Бейгулы районында орналасқан қонақ үйіміз. Сол жаққа қайтып барамыз. Міне көтерілдік. Көтерілгенде осылай балық аулап отырады. Көтерілгеннен кейін бірден көзімізге Галата мұнарасы көзге түседі. Оң жағымызға қарасақ, әдемі көпір. Галата көпіріне көтерілгеннен кейін, біз әлі Галата көпірінің үстіндеміз. Артымызда осылай кісілер балық аулап отырады. Бұл көпірмен өтіп бара жатқанда балық сататын дүңгіршек, былайша айтқанда магазиннің иісі кәдімгідей бар, иіс сезіледі. Көпірден төмен қарай түстік, Босфордың жағасына қарай. Бұнда уже кешкі Стамбулдың көрінісі. Сурет салып береді осындай. Мына жерде Галата мұнарасы. Кешкі Босфор жағасы. Бұнда сурет салып отырғандарды, гүл сатып отырғандарды және дала тамақтарын кездестіруге болады. Блогерлер осы балықтан жасалған донерді айтады. Kazakistan'ı çok seviyorum. Kazakistan хочу. Казахстан два брат, приходи Истанбул, хочу все красиво человек. Негізі Стамбулдың қызығы кешкі Стамбул екен. Таңертең түскі уақыттан қарағанда кешке Стамбулдың көркі кіреді, былайша айтқанда. Teşekkür, bravo. Спасибо, дорогой. Ал енді көрейік деп отырмыз. Бұл таза апельсиннен жасалған. Бұның бағасы 40 лира. Теңгеден астында тұр. Бұдан бөлек негізінде апельсин біз міне 40 лираға теңгеден астында жазып тұр бар. Ал енді дәмін көрейік. Мұның жегенше суын ішкен керемет екен. Түркияға келіп жатсаңыздар, көресің
нәрсе екен. Дәмін көріңіздер, кесеңіздер. Қатты қымбат емес. Қымбат болса да сол бағаға татиды. Біз Таксим Алаңына площадьына жақында қалдық. Стамбулдың әр көшесі қызған өмір. Қазір түнгі сағат 11 болса да адамдар әлі көп. Стамбулда арнайы мысықтарға осындай үйшіктер орналастырылған. Кейбір мейрамханалардың алдын көрсеңіз, мысықтарға арнайы тамақ орнын дайындап қойған. Бұл жақтың заңы бойынша мысыққа тиісуге болмайды. Олардың өзінің құжаттары бар. Әр мысықтың. Үкіметтің қорғауындағы мысықтар. Мынау Буратин мейрамханасы. Бұл мейрамхана Таксим алаңына жақын жерде орналасқан. Таксим. Міне біз Түркиядағы ең тарихи мешіттердің бірі Сұлтан Ахмет мешітіне келдік. Жалпы Стамбулдағы ең ірі мешіттердің бірі. Қазір бұйырса ішін көретін боламыз қалай екенін. Мешітте жалпы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Ішіне кіре аламыз ба, енді қазір көретін боламыз. Бірақ енді мешіттің үлкендігі енді үлкен екен. Мешітке тіпті турист болсаңыз да, ішіне кіру талаптары осылай. Жабық киіну керек. Мешіттің үлкендігінен сөз жоқ. Қатты үлкен мешіт екен. Мешіттің сыртында да ішінде де жөндеу жұмыстары қатты қызу жүріп жатыр екен. Көп жерін жауып тастаған. Адам бірақ өте көп сонда да. Кейбір жерлерін көре аласыздар, кейбір жерін көре алмайсыздар. Сол өкініштісі болып тұр. Бірақ әдемі үлкен мешіт екен. Енді келем деушілерге бұйырса ашылып қалатын шығар. Сөзіне міндетті түрде кіріп көріңіздер. Әдемі мешіт. Негізінде шығатын жағы басқа жақ. Бірақ ана жақта шығатын жағында көп адам болғандықтан сосын кірген жағымнан шығуға тура келіп тұр. Өйткені адам саны өте көп мұнда. Міне мешіттен шығып барамыз. Қаншама адам очередь күтіп тұр. Өзім кезегім. Негізі Сұлтан Ахмет мешіті, бірақ қазіргі сол жөндеу жұмыстарына байланысты көп жері жабылған. Бірақ негізі мешіттің үлкендігі осындай. Бұйырса қазір міне алдымызда Сұлтан Ахмет мешітіне қарама-қарсы Айя София мешіті орналасқан. Бұйырса сонда баратын боламыз. Бұл жақта да адамдар өте көп екен. Бұнда қазір кірудің өзі біраз қиынға соғатын сияқты. Өйткені туристер саны өте көп. Мына жақта Айя София, ал оң жағымызда Сұлтан Ахмет мешіті орналасқан. Екеуінің де үлкендігінен сөз жоқ. Өте үлкен мешіттер. Қазір енді Айя Софияға кіруге тырысатын боламыз. Айя София мешітіне келсем, енді кіруге дегенмен оймен келген болатын. Енді адам саны қатты көп бола қоймайды деп ойлаған болатын. Бірақ енді мұнда келсем, адам деген өте көп, кіру мүмкін емес сияқты мұнда. Ұзақ уақыт алады. Сол себепті осы Айя София мешітіне кіруді біраз жөн көріп отырған жоқпын. Керісінше басқа достопримечательность келіп қалсам, ана жаққа дейін осылайынан кезек, мына жақтан бастап, бұл тек қана ортасы, бұдан ары қарай аяқ жағы етеді. Сол себептен Айя Софияға кіру бұйырмапты осы жолы.
қазір енді бұйырса осы Фатих районында шетінде орналасқан қазақ рестораны бар. Бағасы қымбат емес, арзан. Дәл осы біз алып жүрген донер соның бағасымен бірдей. Бірақ енді сол етті сағынған, сорпа ішкісі келетін адамдарға арналады. Бұл жақта жүргенде қазақтың тамағының қадірін білесіздер ғой. Керемет енді. Біздің бәрібір де тамаққа жететін тамақ жоқ. Бұйырса енді қазір сол жаққа баратын боламыз. Ол жақта музыканың өзі қазақи нақышта музыка ойнап тұрады. Ішінде қазақ бөлініп тұрады. Сондай бір Қазақстанда жүрген сияқты атмосфера береді. Сосын қазір сонда баратын боламыз, Алла қаласа. Біз дәл сол мейрамханаға барайық деп ойлаған болатынбыз, бірақ дәл біз баратын күні ол жұмыс істемейді екен. Бірақ сіздерге алдын ала аккаунтын белгілеп кетейін. Ол жақта жақындарда оқуға келіп, жұмыс істеп, қазақтың тамақтарын сағынатын болса, атмосферасын сағынатын болса, осы араға барып тамақтансаңыздар болады. Керемет жер, бағасы да тиімді бағада. Біз міне сол Стамбулда жүріміз, сол көшесімен, базар көшесіне келе жатсақ, құрт сағыз бір нәрсе тұрып барып қараймыз, неме десек, біз кәдімгі құрт екен. 5 лира, теңге шақырдың астында тұр, дәмі күшті. Өзіміз құрт сағынып жүрген едік, тема дәмі күшті. Біз Басор жағасына келдік. Мына жерде көрініс өте керемет. Басордың жағасында, негізі Галата мұнарасынан қарағанда, осы жақ берегіне қарай өтіп, осы жақтан керемет көріністерді осы жақтан көруге болады. Бұйырса міне осы үстінде үлкен парк бар. Сол паркке баратын боламыз. Түркиядағы жақсы ең күшті парктердің біріне келдік, Стамбулдағы. Қазір бұйырса сонда боламыз. Көбінесе бұл парктерді видеодан, кинодан сонда жерден көреміз. Енді өз көзімізден көрейік қалай екен. Міне паркке келдік. Бұнда көрініс өте әдемі. Міндетті түрде келіңіздер, бірақ бұнда жету біраз қиынға соғады. Бірақ соңында да келіңіздер. Күшті фотосессия жасағанға, видео жасағанға да өзіңізде жақсы әсер алу үшін керемет жер. Парк өте әдемі. Міне сіздерге айтқан ең керемет парк осы. Жалпы бұл Стамбулдағы керемет парктердің бірі. Өйткені қаладағы барлық көріністі көруге болады. Ең биік нүктесінің бірінде орналасқан. Жалпы бұраға жетуге барлық жағдай жасалған. Метро, автобус және қайықта. Бұл жерде және сізге қолайлысы турист саны өте аз. Тек қана бұл жерде қала тұрғындары ғана демалады. Сол себепті burada видео, фото жасау үшін үлкен мүмкіндіктер және керемет көрініс, керемет әсер аласыздар. Сол себепті Стамбулға келсеңіздер, міндетті түрде осы араға келіңіздер. Парктен қайтып бара жатырмыз. Біз парктен қайту үшін осындай қайыққа отырдық. Біз баратын қазіргі район, Ускудар деген район. Қазір бұйырса сол районға баратын боламыз. Анау жаңа біздің барған паркымыз анарда тұр ғой, дәл сол ара. Енді біз қазір біздің баратын жағымыз ана жақ. Сол жаққа барамыз. Мына Стамбулда жалпы осындай екі көпір бар. Біреуі осы, екіншісі әне тұр, ар жағындағысы.
2 көпір бар. Üsküdar'a келдік. Біраз енді жаяу жүрейік деп тұрмыз. Біз міне базарында жүрміз. Мысалы, кейбіреуінде килограммен жазып қойған. Мысалы, құлпынай 40 лира, мысалы жаңғақ 45 лира. Біз келе жатып, осында бір әдемі көрініс таптық. Кішігірім парк. Жаңағы парк жақтан енді автобусқа отырып, қазір ары қарай метро станциясына бара жатырмыз. Метро станциясынан өзіміздің районға барып, отелімізге солай баратын боламыз. Қазір осындай көкөніс көрейік деп тұрмыз, осындай күйген ретінде. Дәмін көреміз, қандай екен. Ерекшелігі бар ма, жоқ па, соны көретін боламыз қазір. Месир. 15 lira. Teşekkür abi. Қазір көреміз. Дәмі қандай екен көрейік. Өзгешелігі бар ма, жоқ па, соны. Дәм күшті екен. Біз ойлап алғанбыз ғой, мына күйгенге бір басқандай бір ерекшелігі бар шығар, бір дәмінде бір нәрсе өзгерістер болатын шығар деген мақсатпен. Бірақ ешқандай да өзгеріс болмайды екен. Дәл сол дәм, бірақ күшті. Осындай күн салқын болып тұр, салқын өте жеген күшті екен. Сол жаңағы Галата мұнарасында қарама қайшылықта орналасқан бір базар. Ішінде енді тәтті-мәтті видеоглеріңізге апарамын дейтін нәрселердің барлығы сатылған болды. Осындай аксессуарлар да, тамақтар да барлығы да бар. Бұраға келіп, мысалы енді қазақстандықтарда өзіңіздің туған туысқандарыңыз Турцияға барғанда дәм етеді ғой, любой адамда. Сол кезінде осыраға келіп алсаңыздар болады. Бұл Галата көпіріне қарама қарсы орналасқан. Біз қазір Отогар дегенге келдік. Отогар деген Стамбул қаласының автовокзалы. Біз Стамбулдан Аланияға жол тапайық деп отырмыз бұйырса. Сол үшін келдік, билет алу үшін. Мінеміз Отогар автовокзалына келдік. Бұйырса бүгін кешкі сағат 9-да Аланияға жол тартамыз. Ертең сағат 10-да Аланияда боламыз. Чейіні 11 мың теңгеге шықты билет. Теңгеге шыққанда бір адамға 11 мың теңгеге шықты. You tap your feet, you're on the city beat, you're really looking slick. I think your shoes are sick. Сол жүріп барамыз, сол себепті бір жолға сосын бір тағамы болсақ деп ойлап отырмыз. Өзіміз автобусымызға отырайық деп тұрмыз бұйырса. You got a bit of style, I like the way you smile. You got the model eyes, try me on for size. You're in fashion. Арнайы Стамбулдан Аланияға жүретін автобуста осылай тізілген. Кофе, сусындар, тағамдар беріледі екен. Туристерға барлық жағдай жасалған. Өте керемет. Жол жүру ұзақ уақыты 13 сағат. Skinny jean, your shirt is very clean. You got a perfect fit. You're looking Міне, түнгі сағат 3, Бозық деген бір кішігірім станцияға келдік. Жалпы адам бір әжетханаға бару үшін, тамақтану үшін. Бірақ түнгі сағат 3 болса да, мына жақта қызып тұрған өмір керемет.
күн біраз салқындау. Бірақ қызықты болып отыр, кішігірім қала болса да. Бұйырса, енді бір 7-8 сағаттан кейін Алла қаласа Аланияда боламыз. You got a bit of style. I like the way you smile. You got the model eyes. Try me on for size. Try me on for size. Fashion. You're in fashion. Осымен видеомыз аяқталды. Стамбул туралы, ал Алания туралы видео көргілеріңіз келсе, келесі видеодан көре аласыздар. Осымен біздің Стамбулдағы видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.